Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау. Біз сіздермен қазіргі таңда адамгершілік асыл қасиет бөлімінің шығармаларымен танысып жатырмыз. Ахмет Байтұрсынұлының адамдық диқаншысы өлеңі және егіннің бастары мысалы бойынша біз сіздермен бірінші бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазған болатынбыз. Бүгінгі жиынтық бағалау жұмысы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі бойынша болмақ. Оқу мақсаттары: көркем шығармадан алған әсерін сипаттап, авторға хат, өлең жазу, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Біз сіздермен «Менің атым Қожа» повесімен толық таныстық. Бұл шығармада Қожа атты ақжарқында көңілді бала өмір сүреді. Қожа балалықтың балдәуренінде түрлі оқиғаларды басынан өткізеді. Өздеріңізде шығарманы оқу барысында куә болдыңыздар. Қожа бірде аңғалдығымен, сенгіштігімен, құрбы-құрдастарының алдында күлкі болса, кейде сөзсіз батырлығымен, қиялының тәттілігімен, тартымды сүйкімділігімен оқырмандарды сүйсіндіреді. Сіздер бүгінгі жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында осы шығарманың кез келген кейіпкеріне тоқталуларыңызға болады. Шығарма тапсырмалардың шарты бойынша. Біз сабақ барысында сіздермен кейіпкерлердің әрқайсысына тоқталып талқылаған болатынбыз. Мінез құлықтарына, олардың портретіне, жағымды-жағымсыз әрекеттеріне, солардың барлығын бүгінгі жиынтық бағалау жұмысында қолданасыздар. Жиынтық бағалаудың нәтижесі бойынша сіздердің осы шығарманы қаншалықты меңгергендіктеріңіз айқындалады. Бірінші тапсырма. Бұл жерде сіздер өздеріңіз таңдау жасаған бір кейіпкерге хат жазасыздар. Хатта кейіпкерден алған әсеріңізді жүйелі жеткізу үшін төмендегі кестені негізге аласыздар. Жалпы сөз саны 120-130 сөз. Сіздер хат жазу барысында біріншіден таңдаған кейіпкерлеріңіздің портретіне тоқталасыздар. Яғни кейіпкерді көз алдыларыңызға елестетесіздер. Одан кейін кейіпкердің қандай қылығына сүйсіндіңіздер, сол жайында жазасыздар. Одан кейін сіздерде осы кейіпкердің бойындағы кейбір әрекеттеріне жек көрушілікпен қарадыңыздар ма, яғни өздеріңізге ұнамаған жерлерін жазасыздар. Одан кейін сіздерде жанашырлық сезімі болды ма кейіпкерге деген. Одан кейін өкініш тудыратын жайттар болды ма, соны жазасыздар. Одан кейін бұл кейіпкердің бойында сіздерді таңғалдырған немесе риза қылған сәттер, оқиғалар болды ма, соған тоқталасыздар. Екінші тапсырма. Бұл жерде сіздер шығарма кейіпкерлерінің бірін таңдап аласыздар. Содан кейін кейіпкердің шығармадағы әрекеттерін сол жақ бағанаға жазасыздар. Яғни шығармадан үзінді жазасыздар сол жақ бағанаға. Одан кейін оң жақ бағанаға сол әрекеттерді қазіргі өмірмен салыстырып жазасыздар. Мысалы, өздеріңізде беріліп отырған кестеде сол жағында Қожаның ойы жазылған, шығармадан алынған. Мейлі, біздің класс жетекшіміз Майқанова мені жамандай берсін, сотқар деп ұрса берсін. Мен өзімнің көкейкесті арманымды, жанымның түпкірінде маздап жанған құпиямды жанарға бір жөні келгенде ақтарып айтып берсем, менің кім екенімді ол таныр еді. Осы үзіндіге оң жақта мысалы жазылып тұр, қазіргі өмірмен байланыстырып бұлай жазылып тұр. Қазіргі уақытта мұғалім мен оқушы арасында мұндай түсінбестік жоқ. Мұғалімдер оқушылардың білім алуы мен тәрбиесіне белсенді қатысып отырады. Мұғалімдер оқушыларды жамандамайды, қатты ұрыспайды.
оқушылар өз ойын толық айта алады. Ата-аналар да мектеп жұмысына араласады. Яғни сіздер осылай кейіпкердің шығармадағы әрекетін қазіргі өмірмен байланыстырып жазуларыңыз қажет. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша шығармадағы бір кейіпкерге таңдау жасай алғандарыңызға 1 балл, кіріспе бөлімде кейіпкермен амандасып, оның бойынан көре алған қасиеттері туралы жаза алғандарыңызға 1 балл, негізгі бөлімде кесте негізінде шығармадан дәлелдер келтіре отырып, кейіпкер бойынан көрген жақсылық немесе кемшіліктерін толық жаза алғандарыңызға 1 балл, қорытынды бөлімде кейіпкермен міндетті түрде қоштасқандарыңызға 1 балл беріледі. Яғни сіздер хат құрылымын сақтауларыңыз керек. Яғни хаттың басында кіріспе бөлімінде міндетті түрде амандасуларыңыз қажет. Онан кейін негізгі бөлімді жазып болғаннан кейін хаттың соңында міндетті түрде кейіпкермен қоштасуларыңыз керек. Екінші тапсырмада бір кейіпкерге таңдау жасағандарыңызға 1 балл, шығармадан кейіпкердің 2 әрекетіне таңдау жасап кестеге орналастырсаңыздар 2 балл аласыздар. Егер бір ғана әрекетіне тоқталсаңыздар, онда 1 балл ғана аласыздар. Таңдалған әрекеттердің қазіргі өмірдегі көрінісіне дәлел келтіре алғандарыңызға 1 балл аласыздар. Барлық балл саны 8. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.